әлгі ер тоқым балаларға өткенде Жұмабай мергенге істетіп едім. Ата, балаңызға батай беріңіз. Ой, айын ала айын, құлыным сол. Ал бата берейін. Әумин. Алатаудың қыраны мол еді, қырағы болсын құлыным. Қойнауы суға мол еді, бұлағы болсын құлыным. Елінің тілегі зор еді, шырағы болсын құлыным. Ата тілегі оң еді, құмары болсын құлыным. Бұл жер батырлар төреді, сыңары болсын құлыным. Әумин. Батырым қоңғыз менің, балам менің қайда екен, қыздар менен тауда екен, онда неғып жүр екен, алма теріп жүр мекен. Алмасынан қанеке, жаңа теріп жүр екен, қызыл алма қолымда, қыз боз бала соңында. Қоңырқозым батырым, үй жүрегім менің, бауыржаным. Жаңағы Алсынбайдың алталашты шақырған тойына барып, сөйтіп келе жатқанбыз. Сөйтсек, қазір тұра тұрыңыз. Сөйтіп, жаңағы жүйрік деген алдына шаң салып, мынау өткендегі сол жаңағы... Ассалаумағалейкум аталым. Уағалейкум ассалам. Жарайсың балам. Отыр. Әдепті бала осы десе керек. Кімнің баласысың? Мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Бәрекелді. Міне көрдіңіз ба? Мынау бағанадан айтып жатқан әңгімемізде осы ғой. Қазақтың қазақ болып қалуы үшін жеті атасын білу керек. Жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Міне осы балама, немереме үйретіп жүрміз. Өздеріңіз сияқты көнегөз қариялар келіп, дастархан басында осындай сұрақтар қойып отырса, құбалып, ырзамын сізге. Балам, жарайсың. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің дейтін ұлы даланың ұлағатты педагогикасы бар. Бұл шығарма ұшқан ұя деп аталуы, тарылтып айтқанда отбасы. Ауқымдырақ алғанда ауыл дегенді білдіреді. Қай қазақты да үлкен жолға шығарып салған сонау Салқар Сарыарқадағы кішкентай ғана ауылдар. Адамның туып өскен ортасы қандай болса, болашағы да соған орай бағыт алады. Халықтың даналығын, жомарттығы мен мәрттігін, туған топырақтың иісі мен дәмін бойына сіңіріп өскені абзал. Бұра ауданы оқырман отбасы байқауына Құмар әулетін қатыстырған болатын. Бізді осы байқауға ұсынған үшін алғысымызды білдіреміз ұйымдастырушыларға. Өйткені бұған дейін әрине отбасымызбен көптеген кітаптар оқыдық, жан-жақты талқылайтынбыз. Ал біз үшін осы байқау отбасымызға бір береке бірлік, жаңаша бір ерпін әкелді, серпін әкелді. Өйткені осы келген тізімдегі кітаптарды нақты оқу керек болды. Соны оқып, жан-жақты мағлұмат алып, әсіресе өзіміздің бастан аяқ видео роликтер түсірген Бауыржан Момышұлының ұшқан ұя кітабын отбасымызбен толығымен оқып шықтық. Баршаңызға көптен көп рахмет. Кітап оқыңыздар. Кітап білімнің бұлағы. Болашақ ұрпағымыз білімді де саналы болу үшін әрине көнеден келе жатқан кітапты оқуымыз қажет.